Ассаламағалейкум достар. Бір ағамыз кеше маған хабарласты. Алтын қоңыз ішіп жүрген пациентім еді. Келіншегі біраз жылдан бері көтермеген. Жасы 43-те, келіншегінің жасы 30-да болатын. Сол менен қоңыз алып емделіп жүрген еді. Кеше сол қуанышты хабар келді. Жеңгеміз көтеріпті. Соны сүйініш сұрап, соны біраз сөйлесіп, құттықтап ағамызды біраз сөйлестік. Соны қазір видеоның жалғасында қазір салатын болам. До конца көріп шығып, қуанышымызға ортақ болыңыздар. Сүйінші дейсіз ба? Басынан звондаңыз шыға, естілмей жатыр. Алло, Дархан аға, ассалаумалейкум. Звонда депсіз ғой, звондап атқан. Сол сүйіш хабар. Не хабар? Сенен алған бәрі сол нәтиже берді. Нәтиже берді ма? Аллаға шүкір. Ай, машалла. Іштіңіз ба қоңыздың бәрін? Бүкіл дым қалдырмадың ғой. Енді келіншегіңіз көтерді ма? Ой, машалла. Мен өзім анау неде жаңа ішіп жүргенді ауырып. Саған сонда жүрдің қолында, мен саған дәретке қалмай қалдым. Сағым қиналып кетті. Сөйтіп емдейді ғой. Бір кезде анау бір сүйгем, анау прикинь қып-қызыл анау. Сап-сары, сосын сап-сары көпіріп кетті, дедігім. Мен содан кейін рахаттандым. Кіші дәретке алдында бара алмайтын тұғым. Баяғыда. Машалла. Енді пажаркеде суық бұлай. Пажаркеде суықта қуан ғой біздікіні. Сол нәтиже бүгін енді жаңа бәнтаға ұрғанда өзімізді сенбедік бұнша. Әйелім төтен үйті. Енді дейді соң барып екеумізді мәз болады шықса сылап еңіріп. Көтерді ма? Соны айтыңызшы дұрыстап. Көтерді. Ой, машалла. Шеті болды дейді, шеті. Машалла. Болды ғонда. Подаркыңызды дайындай беріңіз, иншалла. Ой, машалла. Алла. Мәриям қызың десі. Алда ежесің ғой, өзінде қуанып кетті ме? Алла ұзағынан сүйіндірсін, аға, Дархан аға. Мен өзім қуанып атырмын. Бетінде атыр, мен анау жолдас балалары бар ғой. Солар маған әке айтасың деген. Мен оларға айтқан жоғым, ете жұмыс айтамын, жұмыста олар бар. Бәріне айтыңыз, мына нәрсе өзі көмектеседі ғой. Мен сенің неңді айтам ғой, мен мынаны алдық. Міне, астақпысын төлкеттесің дейсің. Жақсы нәрсені... Неде бар ой, салда бір врачқа бардың ғой? 100% болады. Мен бір врачқа бардың ғой, маған айтты ғой, Дархан сен көтермейді сенді. Типа анау, разведитесь. Соған дейін бардың врач. Жоқ. Оның бәр врачтар айта береді. Маған да сөйтіп әбден не ағаған ғой. Менің де келіншегім көтермеген кезде. Ай, машалла. Алла кездестірді ма сені білмеймін. Болды. Құдай қаласа тойлаймыз енді, жуамыз иншалла. Алла қаласа. Анақ, естеп. Мәриям, аржаққа бар. Аржаққа, кішкентай бала. Қашан кіресің енді? Сен қашан кіресің? Мен енді сол, құдай қаласа, білмеймін, сол Астанадағылар шақырып атыр ғой, сон бару керек. Сен келсең сенен қаналдырту керек маған бұл. Сосын Мәриямның патақсына кукла дегім. Ай, машалла. Мәриям, ағаң саған подарка берейін деп жатыр. Мәриям, бер қара. Ағаң подарка берем дейді саған. Көкен. Болды, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Көке, Алла өмір жасын ұзақ қысын, аман есен. Тұңғышыңыз ғой, жастарыңыз нешеде бір айтып жіберіңізші. Мен видеоға түсіріп жатырмын. Жасыңыз қаншада сіздің? Мен 43-те. Әйеліңіз қаншада? 30-да. 30-да, Мен 43-30 жасар. Машалла. Алғашқы сәбейін сүйіп атсыздар, құдай қаласа, Мана естігенде өзіміз не сенбес өзде мен шынайы қуанып. Ай, машалла. Бұл дәке өзімден бір подарка. Қарай береміз қайта-қайта. Өзім Астанаға барғанда бір подарка алып барам, құдай қаласа, кішкентайларыңызға. Мен қарсын айттым ғой. Алла разы болсын. Бұл дәке связдамыз иншалла. Хабарласып тұрыңыз. Мен номерді анау болу жағдай отқан кісілер барға, соларға бәрін айттым мен осындай қуаң алдым.
біреуде желкен бейсім өтмей балаң үшін дедім етін боғынды жейсін деген ішім бар, қазақта мақал бар. Балаң үшін боғынды жейсін түсіп. Конечно. Мен айтым, мен не шешкен едім? Мына желкен сен арақпен шошқан етінде жедіңдер қалып алсаң, содан неге желкенбейтіндер? Мысалы жігіттер кейбірі сен кіремеді, қойсайды әке, сен де бір шығара бермейді. Енді мен айтамын, мен нәтиже жігіттер. Маған врачтардың өздері қағаздары бар, мен сен көтерме, басқа ел ал. Анау мынау екеуің келмейді деп. Оның бәрі өтірік. Алла берейін десе қазір де береді. Мен өзім қуанып отырмын. Дәке, Құдай қаласа Алла ұзағынан сүйіндірсін енді. Аман болыңыз, связда болайық. Жеңешеге сәлем айтыңыз, Құдай қаласа. Телефонды алған айтып қой маған. Болды, Құдай қаласа. Хабардамыз ғой, телефондамыз. Сен келгенде сен каналдығың бір қаным. Андайдан, тандайдан, қошым. Болды, Құдай қаласа. Саған рахметім ғой мана. Бән сәні шыққан бетте сағып қайта зорлап. Сен сол ғой. Болды, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Бізге де жұғысты болсын енді, Құдай қаласа. Жақсы. Аллам нұр жолсын сағанда. Амин. Хабардамыз. Жігіттердің бәрін айтып, сүйіншісін сұрап. Жақсы. Алла тілі көзден сақтасын. Дәке.